Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты-жөнім Берікбай Бекзат Саламатұлы, география пәні мұғалімі. Сабағымызды бастамай тұрып, мына суреттерге назар аударайық. Алдарыңызда қару-жарақтың даму эволюциясы көрсетілген. Яғни тас дәуірінен жасалған қару-жарақтан бастап, қазіргі әскери техникаға дейінгі даму жолы. Келесі слайдымызда 1875 жылы жасалған сымды телефоннан бастап, бүгінгі таңда кең таралған смартфонға дейінгі даму жолы. Келесі слайдымызда 1768 жылы жасалған ең алғашқы автокөліктен бастап, бүгінгі күнде жаңа технологиямен жасалған тоқпен жүретін автокөлікке дейінгі даму жолы көрсетілген. Ендеше бүгінгі сабағымызда өміріміздің барлық саласына өзгеріс әкелген ғылыми-техникалық революциямен танысатын боламыз. Сабағымыздың тақырыбы ғылыми-техникалық революцияның үдерісі, бағыттары. Сабақтың мақсаты ғылыми-техникалық революция үдерісінің даму бағыттарын талдау. Ғылыми-техникалық революция ғылым мен техниканың дамуындағы сапалық жаңғыру кезеңі. Ол қоғамның өндіргіш күштерінің түбегейлі өзгеруіне алып келеді. Соның нәтижесінде индустриялық қоғам постиндустриялық қоғамға түрленеді. Ғылыми-техникалық революцияның басты белгілері, құрамы, бағыттары осындай. Басты белгілері ол әмбебаптылық, ауқымдылық, ғылыми-техникалық өзгерістерінің жылдам өтуі, еңбек ресурстарының интеллектуалдануы, әскери техникалық революция. Құрамдас бөліктері мынандай: ғылым, техника және технология, өндіріс, басқару. Өндіріс бағыттары былай бөлінеді: электрондандыру, кешені автоматтандыру, энергетикалық шаруашылықты қайта құру, жаңа материалды өндіру, биотехнологияның қарқынды дамуы, ғарыштан. Электрондандыру бағыты бойынша адам әрекетінің барлық салаларын электронды есептеу технологиясы құралдарымен қанығуы. Оның арқасында көптеген өндіріс үдерістері технологиялар түбегейлі өзгереді. Электрондану білім, денсаулық сақтау, мәдениет салаларымен адамның тұрмысына тереңдеп еніп барады. Электронды есептеуіш машинаның паркі ең ірі елдер. Олар ақш, Германия, Жапония, Оңтүстік Корея. Кешенді автоматтандыру электронды есептеуіш машинасы пайда болуына байланысты мүмкін болды. Автоматтандырудың ең басты бағыттарының бірі өнеркәсіптік роботтарды, адамның іс-әрекетін қайталайтын машиналарды жасап шығару болып табылады. Өнеркәсіп роботтардың паркі ең ірі елдер: Жапония, ақш, Германия, Италия, Франция, Оңтүстік Корея. Мысалы, Жапонияда өнеркәсіптік роботтар саны бойынша әлем елдерінің алдарында. Әлемдік паркінің 50%-ын алады. Сонымен қатар өндірістік қамту бойынша алда келеді. Әр 10.000 жұмысшыға мұнда 800 роботтан келеді. ақш-та бұл көрсеткіш 300 робот. Энергияны үнемдеу, отын энергетикалық теңгерімнің құрылымын жетілдіру. Энергияның жаңа көздерін, ол деген күн, жел, толысу қайту, жер қойнауының қуаты, атом қуаты, неғұрлым көп қолданатын негізінде жүзеге асуда. Бұл сала ақш-та, Францияда, Жапонияда, Ресейде, Германияда көп дамыған. Жаңа материалдарды өңдеу. Ескі конструкциялық материалдарға талаптардың күшеюі. Сонымен қатар қызуға төзімділік, үйкелуге төзімділік, биологиялық қыдырау сияқты қасиеттердің алдын ала берілген жаңа материалдардың пайда болуы. 20 ғасырда материалдың пайда болуы бериллий, литий, титан. Титан ол аэроғарыштық өнеркәсіпте пайдаланылды. Биотехнологияның қарқынды дамуы. Биотехнология өнеркәсіптік өндірісте тірі ағзаларды және биологиялық үдерістерді пайдалану. Ферменттерді, дәрумендерді, амин қышқылдарды, антибиотиктерді. Микробиологиялық синтездеу. Болашақта басқа да гендік инженерия мен жануарлардың және өсімдік материалдарының көмегімен биологиялық белсенді заттарды, оның ішінде гормоналдық препараттарды, иммунитетті ынталандыратын қосылыстарды қолдану өнеркәсіп жолмен алуы мүмкін. Биотехнологияның дамуы адамзаттың жаһандық проблемаларын
азық-түлік, энергия, минералды ресурстардың жетіспеуі, денсаулық сақтау және қоршаған орта жағдайын жақсарту мәселелерін шешуге мүмкіндік береді. Өндірістің тағы бір саласы ғарыштану. Тағы бір ғылымды көп қажет ететін сала. Аэроғарыштық өнеркәсіптің дамуына алып келді. Осымен байланысты жаңа материалдар, аспаптар, металл қоспалары пайда болды. Ал енді оқушылар, бүгінгі сабаққа байланысты жаңа терминдерді білу мақсатында тапсырма орындайық. Бұл тапсырманы WordWall платформасы арқылы орындаймыз. Бұл жерде әрине сәйкестендіру. Сұрағымызды оқиық. Өзгерістерден тұратын даму үдерісі. Жауабымыз қалай болады екен? Әрине техника. Ғылыми зерттеушілік және тәжірибелік конструкциялық жұмыстар. Жауабымыз технология. Техникалық құралдардың өнімі. Жауабымыз қалай болады екен? Әрине эволюция болады. Ғылымды өндірістің жетекші факторына айналдырған материалдық өндірістің техникалық негіздерінің түбегейлі қайта құрылуы. Жауабымыз сәйкестендіреміз. Өндіріс циклінің соңғы кезеңі өндірістегі ресурстарды, яғни өнімді дайындау барысында өндіріс құрал жабдығын пайдалану. Ғылыми техникалық революция. Адамзаттың әрекетінің қандайда бір саласының түбегейлі өзгерісі. Жауабымызды сәйкестендіреміз. Қалаған нәтижеге қол жеткізу үшін қолданылатын әдіс пен құралдардың жиынтығы. Жауабымызды сәйкестендіреміз. Ал енді оқушылар, сұрақтарға дұрыс-бұрыс жауап беру тетігін басамыз. Дұрыс жауап берген болсақ, дұрыс жауап беру белгісі шығады. Көріп отқаныңыздай барлық сұраққа дұрыс жауап бергенбіз. Ал енді балалар, сабағымызды тереңірек түсіну үшін видеоролик тамашалайық. Технология заманауи ең жаңа және прогрессивті технологиялар. Жоғары технологияларды пайдалануға өту ғылыми техникалық революцияның қазіргі кездегі маңызды звеносы болып табылады. Жоғары технологияларға әдетте өндірістің ең ғылыми салаларын жатқызады. Өндірісте жоғары технологиялардың барлық салалары өңделуде. Олардың қатарына микроэлектроника, ақпараттық технологиялар, робототехника, нанотехнологиялар, атом энергетикасы, ғарыштық техника, биотехнология жатады. Жоғарғы технологиялар өндірісінің ішінде тез дамушы және танымал саласы ақпаратты технологиялар өндірісі болып табылады. Оның ішінде ұялы телефондар, телевизорлар, дербес компьютерлер және тағы басқалар жатады. Оқушылар, сабағымызды қорытындылау мақсатында тағы бір тапсырма орындап көрейік. Тапсырма Learning Apps платформасы арқылы жүзеге асады. Сұрағымыз мынандай. Ғылыми техникалық революцияның неше белгісі бар? Ойланып көрейік. Әрине төртеу. Келесі сұрағымыз. Микропроцессорлардың пайда болған жылы. Дұрыс, 1970 жыл. Келесі сұрағымыз. Өндіріс пен қызмет көрсетудің барлық дерлік салаларының дамуын анықтап беретін маңызды бағыттарының бірі. Жауабымыз қалай? Дұрыс, жаңа материал өндірісі. Келесі сұрағымыз. Әлемдегі аса ірі ғылым қалалары. Дұрыс, Сеул. Міне, бүкіл сұраққа жауап бердік. Рахмет. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сонымен оқушылар бүгін не білдік? Бұл әрине ғылыми-техникалық революцияның басты белгілері мен құрылымы, ғылыми-техникалық революцияның маңыздылығы және ғылыми-техникалық революция жағдайында өндірістің негізгі даму бағыттарын білдік. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.